Катардағы әлем чемпионатында сенсация болды. Бірінші таймда қос командада мүмкіндік болғанымен есеп ашылған жоқ. Катарда өтіп жатқан әлем чемпионатында Д тобында Франция мен Тунис құрамалары сынға түсті. Осыған дейін Австралияны 4-1, Данияны 2-1 есебімен ұтқан француздар 6 ұпаймен плей-офф кезеңіне күні бұрын жолдама алған еді. Даниямен тең түсіп Австралияға жол берген Тунис құрамасына тек жеңіс қажет еді. Тунис Францияны ұтқан жағдайдың өзінде Австралия мен Дания тең ойнауы керек. Сондай-ақ бір ұпайы бар Дания ұтса, онда да екінші жолдама иесі қосымша көрсеткіштер бойынша анықталатын еді. Франция бапкері Дидье Дешам Туниспен матчқа қосалқы құрамда шығарды. Бірінші таймда қос командада мүмкіндік болғанымен есеп ашылған жоқ. Екінші кезеңде Тунис құрамасы гол соқты. Ильяс Сухири алаңның ортасында Юсуфа Фофанадан топты тартып алды да Аиса Лайдуниға жылжытты. Ол Вахфи Хазриге асырды. Еуропа клубтарында доп тепкен Хазри 28 минутта қақпа бұрышын дәл көздеді. Есеп 1-0 болды. Осыдан кейін ғана Дешам Килиан Мбаппе сияқты негізгі ойыншыларын қосты. Француздар қақпаны жиі нысанаға алды. 98 минутта Антуан Гризманн таразы басын теңестіргенімен гол есептелмеді. Тунис өз тарихында алғаш рет Францияны ұтқанымен плей-офф кезеңіне шыға алмады. Данияны жеңген Австралия мақсатына жетті. Сөйтіп, Тунистен ұтылғанына қарамастан Франция өз тобында бірінші орынға ие болды. Әлем чемпиондары 1-8 финалда С тобында екінші орын алған командамен шеберлік байқасады.